Құрметті әріптестер, Білімнің сайтынан өзіңізге қажетті видеоны жүктеудің тағы бір екінші әдісімен бөліскелі отырмын. Өйткені F12 клавиатурасын басқан кезде кейбір әріптестеріміздің ноутбугі мен компьютерінде видеоны жүктейтін қосымша терезе ашылмаған екен. Сондықтан Білімнің сайтынан өзіңізге қажетті видеоны жүктеудің тағы бір екінші әдісі ол Гүл сұлама деп тарихта қай кезеңде аламыз. Паузаға басып, жоғарыдағы 3 точканы басыңыз. Сол кезде дополнительные инструменты деген жазуды көресіз. Соның басқанда екінші ұяшық шығады. Соның ішінде инструменты разработчика деген бар. Соны бассаңыз, жаңағы біздің жүктеу керек екінші ұяшығымыз шығады. Видеомызды қайтадан жоңғар шапқыншылығының салдары міне медиа деген шықты. Сол медиа дегеннің үстінен 2 рет бассаңыз, қайтадан қосымша терезе ашылады. Сол кезде бұрынғыдай мына 3 точканы басу арқылы скачать дегенді бассаңыз, өзіңізге қажетті видеоны жүктей аласыз.